Роза ханым, бүгін мына Жағда Бабалыгул атамыздың енді еске алу кеші сияқты, енді мына Қасымхан Бегманов мырза осы кісі туралы бір кітап жазған екен, сол кітаптың тұсаукесері болғалы жатыр екен. Енді осы әкеңіз туралы бір ауыз әңгіме айтып берсеңіз. Енді ақырғы жылдары әкем қатты жасы келгеннен кейін ауырып жүрді. Содан кейін Қасымхан біздің үйге келіп көп әңгіме соқты, әкем біледі. Соның бәрін қағазға түсіріп, жинап, өзі қаржы шығарып, кітап шығарды. Дәуір баспасында. Содан кейін бір 3-4 айдан кейін сол кітапты кішкене қысқартып, өлке типографиясында және басылып шықты, өкімет шығарды оны. Мен не айтам, Қасымханға ризамын. Мен өзімнің қолымнан келмеді. Соның бәрін әкемнің білген ойларын бәрін жинап шығарғаннан ойлаймын. Бүгін енді сол замандастары, туған туысқандары келіп сол кітаптың тұсаукесері болғалы жатыр екен ғой. Иә, әкемді таныған адамдардың бәрін шақырдым. Енді білмей қалып, шақыра алмай қалғандарын кешірсін мені. Енді ойлаймын, что кітап елдің бәріне ұнайды. Біздің кітапханада қыздар кітаптарды алып, баладарын алып жатыр. Энциклопедия сияқты екен. Мектепке жақсы болады. Жасы үлкендерге деп жатыр. Не айтам? Бүгін әкемді көбер есіне түсіреткен шығар. Әкем енді риза болатын шығар деп ойлаймын. Жақсы, ниеттеріңіз қабыл болсын. Енді өзіңіз туралы бір осы жерде істейсіз ба? Мен Бабалык Жағда қызымын, Роза. Өмір бойы осы кітапханада істеймін. 38 жыл болды кітапханада істегенім. Осы жақтан енді пенсияға кетем деп ойлаймын. Кітапхана айтады ғой, 8 сағат жұмыстамыз, кітапхана екінші үйім сияқты. Отпускқа кетіп, отпусктан кейін асығып жұмысқа шығамын. Қыздардың бәрі туыс сияқты болып кеткен енді. Орыс мектебін бітіргеннен кейін онша қазақ тілге кішкентай шорқымын. Пенсияға шыққаннан кейін жөндей жазған шығармын тілімді де. Бәрінде әкемнің документтері қолымда бәрі жиналған жазғандарым. Енді қолым кішкентай босса, соны кірісейін деп тұрып. Жәкеңнің ұрпағы қазақ тілін ардақтайды ғой. Енді әлгі қазақта бар ғой. Өлі разы болмай, тірі байымайды деп. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Осындай үлкен іс жасап жатсыздар. Рахмет сіздерге.